Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге бір ғана ингредиенттен тұратын балмұздақтың рецептін ұсынамын. Оның құрамында ешқандай сливки да жоқ, қант та жоқ, өте пайдалы әрі дәмді. Видеоны соңына дейін қараңыз. Видеоны қарамас бұрын менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпа. Бізге қажет ингредиенттер бұл 2 дана банан. Алдымен тарелкеге пищевой пленканы осылай орап қоямыз. Одан соң бананды аршып, жаңағыдай ұсақтап турап шығамыз. Бананның жақсы піскен түрін алыңыздар, сол кезде дәмді шығады. Енді осының бетін тағы да пищевой пленкамен жауып, 2-3 сағатқа мұздатқышқа қоямыз. Яғни морозильникте қатып тұруы керек. Кәдімгідей қатып қалуы қажет. Мен шамамен 3 сағатқа қойдым. Қатырылған банандарды алып, блендерге саламыз. Менде осындай блендер. Егер сіздерде жаңағыдай коктейль жасауға арналған блендер болса, соған да жасауға болады. Барлығын осыған салып, ең қатты жылдамдықта алып еземіз. Барлығы бірден езілмеуі мүмкін, өйткені банан бұл жерде көп мөлшерде, сол себептен блендерге кішкене көмектесіп жібереміз. Қасықпен араластырып, 2-3 рет осылай араластырсаңыз, жақсы болып езіледі. Мінеке қараңыздар, блендермен езілген кезде осындай балмұздақ тәріздес сұйық қоймалжың консистенцияда бізде балмұздақ шығады. Біздің балмұздақ дайын, өте оңай дайындалады. Егер сіздер басқа бір дәмде, ерекше түрде жасағыларыңыз келсе, бұған әртүрлі жеміс-жидектер қосуға болады. Мысалға құлпынай, таңқурай қоссаңыз қызыл түрде шығады. Ал мен какао қосамын. Жартысын жаңағы неге стақанға салдым, ал жартысына мен 2 шай қасық какао саламын да, тағы да блендермен жақсылап еземін. Сол кезде бізде шоколадты балмұздақ шығады. Маған ең қатты ұнағаны осы шоколадты балмұздақ. Дәмі өте керемет, тіпті бананның дәмі сезілмейді. Егер қонақтарға, балаларыңызға осы балмұздақты беретін болсаңыздар, олар тіпті бананнан жасалғандығын білмей қалады шын мәнісінде. Дәмі білінбейді, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер дегім келеді. Байқағандарыңыздай өте оңай, 1 минутта блендермен езіп, әп-әдемі осындай балмұздақ шығаруға болады. Маған шоколадты түрі қатты ұнады. Жасап көріңіздер. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Өйткені алдағы уақытта әлі де көп рецепттер болады. Енді дәміне сөз жоқ, консистенциясы да барлығы кәдімгідей дүкендегі мороженое сияқты, дүкендегі балмұздақ сияқты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, менің каналыма тіркелген соң, мына жерде қоңыраушаның суреті бар, колокольчик, соны басып, все дегенді таңдаңыздар. Сол кезде мен әрбір салған рецепттерімді жіберіп алмайсыздар. Және де жоғарыда плейлист деген бөлім бар. Егер соны бассаңыздар, бұл жерде ыстық тағамдар, тәтті тағамдар, таңғы ас, екінші тағамдар, салаттар, сорпа барлығы тақырыпшаларға бөлініп жасалған. Міндетті түрде егер қандай да бір рецепті іздейтін болсаңыз, осы плейлисттен оп-оңай таба аласыз. Барлығыңызға сәттілік тілеймін.